Борис Черваков «Даладағы құдық». Аспанда құс та, шөкім бұлт та жоқ. Бір ұрттам суы жоқ, Сахара сайын дала төсі. Бұлақ бар жерде өмір бар дейді. Су тіршілік көзі деген сөздің мәнін осындай даланы кезіп жүріп түсінесіз. Жидебайдың төменгі жағында ұсақ шалшықтары бар сыр жерлер көптеп кездеседі. Кейде жерасты сулары бар аумақта тұнық бастауға да жолығуға болады. Құнанбай әулеті тиесілі бұл жерлердің шөбі шүйгін, мал жаюға шұрайлы жер. Жер астында су бар екенін қалың шиге қарап білуге болады. Бұл дымқыл жерде өсетін өсімдік. Қара суық түскенге дейін әлі алғашқы қар жер бетін жаппай тұрған шақта жер тақырланып, сұрланып қалады. Алайда малды осы жайылымға шақыру еш үзілмейді. Көшпенділер ши бар жерде су барын білет, демек, ол жерлерде құдық та қазуға болады. Құдыққа қарай жалғыз аяқ жан жолмен түсіп келем. Құдықтың басында сазды жердің сирек құсы ағаштан жасалған тырна тұр. Шабылған құс мүсіні таспен қоршалып бекітілген. Құдықтың ағаш қақпағын ашып қалсаңыз, түбіндегі жалт ете қалатын суды байқайсыз. Су бетінде ағаш жапырақтары қалқып жүр. Бұл құдықтың бүгінде бос тұрғанын, ешкім оны пайдаланып жатпағанын білдіреді. Тек құдықтың басында мұңға батқан жалғыз тырна алысқа қарап, әлдене ойлап тұрғандай. Күн бесінге таяп, құдықтың түбіне жарық сәуле түсе бастаған кезде судың беті жарқ-жұрқ етті. Сонау тұңғиық шыңыраудан аспанға мұңая қарап тұрған қара судың көзі. Көз алдымда құдық суында сансыз жұлдыздар көрініп тұратын қою түн елестеді. Бір кездер осы құдықтың басында әулие Абай да талай ойға шомып тұрған болар.